Бұл не істегенің, Османбек? Мен дұрысын істедім. Қанышерлер. Тек перзенттерің емес, сен де қанышерсің, Осман. Бәрің су айтсыңдар. Қанышер ұлыңды құтқару үшін қазын өлтірдің. Ал сендер ше? Перзентімді өлтіру үшін қазыны өлтірдіңдер. Айтыңдар, мұны кім ойлап тапты? Ибрахимбек, Жақыпбек. Өзім сотта сол өткізсін деп алып, Рүкнеддинді не үшін өлтірем, Османбек? Перзентімді өлтірудің ең оңай жолы осы ме еді, Ибрахимбек? Сот өткенше, перзентіңді тапсам, өз қолыммен өлтірер едім. Бірақ, істің бұлай ушыққанын қаламас ем. Қазыға ешбір қатысым жоқ. Бұл енді мүлде маңызды емес. Қанышер өледі. Мен тірі тұрғанда ешқашан, Мелике. Шабыңдар! Қане, шабыңдар! Қане, кеттік. Осман! Қараңдар! 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 Батырлар, тоқтаңдар. Алланың жер бетіндегі әскеріне қараңдар! Олы Құранда бұйырған, сондай иман келтіргендер Алла жолында соғысады да, кәпірлер шайтан жолында соғысады. Ендеше сендер шайтанның достарымен соғысыңдар. Шүбәсіз, шайтанның әдісі нашар. Бір-біріңді қыратындай, имандарың шайтанның тұзағынан әлсіз беді. Дәруіштің сәлдесі, кебін, оны да алдарыңа тастадық. Міндетті түрде қандас қанын төгем десеңдер, әуелі бізден бастаңдар. Сосын кебінге орап көмерсіңдер. Содан соң, алаңда сендердікі, ұрыста. Гермияда да, жандарда да, дәруішке ешкім қару көтермейді. Қаруларыңды тастаңдар. Келдің де, қанышерлерді құтқарып қалдың. Оларға айтарың жоқ па, Дәруіш мырза? Олар менің перзентімді өлтірді. Ақыл кетті.
Ашу келді. Ақыл үйін ашу алды. Енді ашу сұлтан болды. Ақиқатты жауып тастады. Білем. Өзегің өртеніп тұр. Бірақ ашу адамды көрсоқыр етер. Өзегіңдегі өртті сөндіретін болса, әуелі менен баста, Мелике бегім. Бүгін қылыш қынына кірмейді. Бітім жоқ. Соғыс бар. Алаңда лықылдап тұрып қан ағады. Сапқа тұрыңдар. Бүгін ішкен астарыңның ақысын өтейтін күн. Шабуылдаңдар. Бұл қорқаудың дерті отқа май құю ғана. Мен жанымнан баяғыда бас тартқан бауырым. Бүгін мұнда қаза тапсам да, бұлардың жолын кесеміз. Кеттік. Алла ұлық. Олжай! Бүгін мұна жерден ары бірде-бір қорқау өтпейді.